ақш Қытаймен соғыс жоспарын жариялады. Бұл жоспар не туралы және алаңдауға негіз бар ма? Түсіндірейін. Бұл план деп аталатын құжат. Ол 2027 жылға қарай Қытайға қарсы әскери іс-қимылдар жүргізуге дайындықты қамтиды. Бұл құжатта ақш әскери теңіз операцияларының басшысы адмирал Лиза Франкетти жариялап отыр. Оның екі бірдей стратегиялық мақсаты бар екен. 2027 жылға қарай Қытаймен ықтимал соғысқа дайын болу және әскери теңіз флотының ұзақ мерзімді артықшылығын нығайту. Бұған қоса жобаның флотты қызмет көрсетуге байланысты кешігулерін жою, робот техниканы арттыру, жаңа командалық орталықтарды құру және соғыс алаңына көбірек ойыншыларды тарту сияқты мақсаттары бар. Өз жоспарында Франкетти Си Цзиньпиннің 2027 жылға қарай республика армиясын әлемдік деңгейге жеткізуге шақырған мәлімдемесін атап өткен. Сол кезде Қытай басшысы елдің әскери дайындығын күшейтіп, барлық бағытта жауынгерлік дайындықты арттыруға ниетті екенін айтқан. Енді талас не жайында болып отырғанын айтайық. Бұл бәз баяғы Тайванның ушыққан мәселесі. Батыс елдері Тайванға қатысты Қытай саясатын бірнеше рет сынға алған. Егер құрлықты Қытай аралға басып кірсе, әскери шаралар жүргіземіз деген. 2022 жылы қабылданған Солтүстік Атлантика альянсының тұжырымдамасында Қытай жүйелі қауіп деп аталған. Бар болғаны осы. Маңызды ақпараттарды әшкере Телеграм арнасынан оқи жүріңіз, сілтеме профилде.